сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар. Есімім Әсетұлы Салауат. Қазіргі таңда Өскемен қаласында Аманжолов университетінде үшінші курс студентімін. Мамандығым болашақ тарих мұғалімі. Бүгін сіздермен бірге Қазақстан тарихы, ботай мәдениеті туралы қарастыра кететін боламыз. Жалпы сіздермен бірге осы ботай мәдениетін қарастырмай тұрып, ежелгі Қазақстан тарихының дәуірлерін қарастыра кетсек, себебі осы ботай мәдениеті ол ежелгі Қазақстан тарихына жатады. Ежелгі Қазақстан тарихында үш дәуір бар: тас дәуірі, қола дәуірі және темір дәуірі. Бұның ішінде тас дәуірінің өзінде үш кезең бар: палеолит, мезолит, неолит. Енді бұларды біз қарастырмаймыз, себебі бұлар соңғы кезеңдері осы сұрақтарынан яғни қарастырылмайды мүлдем. Біздікі осы тас дәуірінің ең соңғы, яғни тас дәуірі мен қола дәуірінің өтпелі кезеңі, енолит кезеңін, яғни өтпелі кезең, соны қарастыратын боламыз. Ботай мәдениеті осы кезеңде болған. Жалпы енолит ол біздің заманымыздан бұрын 3 және 2000 жылдықтар аралығында қамтыған болатын. Жалпы сол сіздермен бірге енді тақырыпты қайтадан оралатын боламыз. Енді жалпы ботай мәдениеті ол жаңағы таныстыра кетсек, ботай мәдениеті негізі осы бір жағынан ботай терсек деп те атайды. Ол жаңағы адамзат тарихындағы жылқыны өсірушілердің алғашқы мәдениеті. Негізі ботай мәдениеті осы жылқыны қолға үйретумен танымал. Уақытын айта кететін болсақ, біздің заманымыздан бұрын шамамен 3700 және 3100 жылдар аралығын қамтиды. Және де 15 гектар жер көлемінде. Енді ботай мәдениетінің осы жалпы ашылуы мен зерттелуін қарастыра кетейік. Ботай мәдениеті Еуразия даласындағы қола дәуіріне дейінгі ең маңызды археологиялық құбылыстардың бірі. Енді ботай мәдениетін алғашқы ашқан осы белгілі археолог Виктор Зайберт. Ол осы 1977 жылдан бастап солтүстік Қазақстандағы Айыртау ауданындағы Ботай ауылының маңынан 158-ден астам тұрғын үй мен жаңағы жылқының сүйектері табылған болатын. Бұл жерде бір фактор бар. Ол осы тұрғын үйлердің нақты саны 20-дан 120-ға дейін, ал осы жылқының сүйектерінің нақты саны 70 мыңға жуық дейді. Енді сіздерде сұрақ болуы мүмкін, неге бұл ашылу әлем ғылымын өзгертіп жіберді деген. Өйткені ботай қонысында жылқының қолға үйретілгенін дәлелдейтін бір алғашқы нақты ғылыми айғақтар табылған болатын. Бұның өзі осы Еуразиядағы номадизмнің басталуы екенін көрсеткен болатын. Енді осы жылқыны қолға үйретіп, біздің заманымыздан бұрын 4000 жылдықта дедік. Енді оның маңызын айта кетсек, ботайлықтардың жылқыны өсіру осы ұлы даладағы көшпелі өркениеттің қалыптасуына, яғни маңызды рөл атқарды. Негізінде бізде осы ботай мәдениеті қалыптаспай тұрып дегенде жылқы қолға үйретілмей тұрып бізде аңшылық пен терімшілік болған негізгі екі шаруашылық. Ал осы жылқы қолға үйретілгеннен кейін бізде көшпелі мал шаруашылығы және егіншілік пайда болды. Қарап тұрсақ, аңшылық пен терімшілік табиғатқа сүйенеміз. Енді осы егіншілік пен мал шаруашылығы біздің осы табиғатқа сүйенбей өзіміздің күшімізбен өнімдер шығара бастағанымызды бір белгісі. Енді осы көшпелі
жаңағы көшпелі шаруашылықтың қалыптасу себептері бар. Ол жаңағы Қазақстан аумағында климат құрғақ болды. Жаңағы жауын-шашын мөлшері азайды деген сияқты. Және де мал басының осы көбеюі жаңа жайылымдық жерлерді қажет етті. Өйткені мал көбейсе жайылымдық жерлер жетіспейді. Ол үшін жаңағы тұрғындар көшіп жүру керек. Арлы берлі бір жерден екінші жерге, екінші жерден үшінші жерге деген сияқты. Сосын бір жағынан жаңағы ат әбзелдерінің жетілдіруі болды. Бұл жерде жаңағы ер тоқым, ауыздық деген сияқты бұлар пайда болды. Енді біз осы біздің заманымыздан бұрын екінші мыңжылдықта қуаңшылық пайда болған. Жаңағы климаттың өзгеруіне байланысты жауын вообще жаумай кеткен, жер құрғақ болып кеткен деген сияқты. Бұл осының өзі жаңағы халықтардың, жаңағы тұрғындардың жаңағы көшуіне, яғни бірінші жерден екінші жерге көшуіне себеп болған. Бұл негізгі себебі. Көшуіне бір себеп жылқы болды. Жылқыны яғни көлік ретінде қолданған болатын да. Енді сіздермен бірге осы тұрғын үйлердің жаңағы құрылымын бір қарастыра кетейік. Так астында үй құрылымы. Үйлердің құрылымы негізінен жаңағы ағаш, қаңқа, саз, балшық, шым, түсек пен тас құрылыс элементтерінен жасалған болатын. Үйлердің сипаттамасы диаметрі 6-9 метрге дейін, едені жерге жаңағы тереңдетіліп қазылған болатын. Яғни жерге терең қазылып орналастырылған. Және де төбесі конус пішінді болған, яғни осындай болған, былай. Жаңағы суретте көрсетілгендей. Кейбір үйлер бір-бірімен жаңағы өтпелі жолдар арқылы байланысқан болатын. Неге осылай салынған десек, солтүстікте жаңағы қатаң климатына бейімделу үшін, яғни жылуды қатты керек етеді. Сол үшін осындай болып салынған. Енді біз осы үйдің құрылысын көрдік, таныстық. Енді Алтай мәдениетінің осы қоғамдық құрылымын бір танысып өтсек. Так, қоғамдық құрылымы жалпы ботайлықтардың тіл туралы нақты дерек жоқ, бірақ олардың көп ғалымдар оларға яғни үнді еуропалық немесе түркілік топтың арғы аталары болуы мүмкін дейді. Енді қазақстандық археологтардың пікірі бойынша ботай мәдениеті осы кейінгі андрон мәдениетіне, ерте қыпшақ, сақ көшпелілерінің алғышарттарының бірі болуы мүмкін деген деп жаңа болжаған болатын қазақстандық археологтар. Енді біз ботай мәдениетінің құлдырауына келетін болсақ, жалпы құлдырауы құлдырауы так. Жалпы ботай мәдениетінің құлдырауы бізде жаңа айттым ғой, біздің заманымыздан бұрын екінші мыңжылдықта қуаңшылық болды деп. Енді біздің заманымыздың біздің заманымыздан бұрын үшінші мыңжылдықта тағы да қуаңшылық болған. Бұл жерде жаңағы жылқы басының азаюы, яғни салдарынан ботай мәдениетінің өз ерекшеліктерін жоғалтты. Бұл да сұрақ келуі мүмкін, яғни ботай мәдениетінің өз ерекшелігін не үшін жоғалтты деген айтасыздар. Қуаңшылық болды, жаңағы жылқы басының азаюы деген сияқты салдардан. Сөйтіп, бұл жаңағы өз ерекшеліктерін жоғалтты дегенде олар көшіп кетті. Мысалы ботайлықтар жаңағы біздің заманымыздан бұрын үшінші мыңжылдықтың жаңағы қуаңшылық себебінен қоныстарын тастап, бір бөлігі оңтүстік Орал және бір бөлігі шығыс Қазақстандағы аңшылық, балықшылықпен айналысатын тайпаларға қосылды.
Құрметті оқушылар, біздің сабағымыз аяқталды осымен. Сіздерге жақсы түсіндірдім деген ойдамын. Және де келесі кездескенше сау болыңыздар.